Сәлем достар, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін мен сіздерге жүзімнің адам ағзасына пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін тыңдап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Жер бетінде ең алғаш пайда болған өсімдіктердің бірі жүзім. Жүзімнің құрамында С, В1, В2, В6, Д, Е дәрумендер және де калий, магний, кальций, фосфор, йод, цинк, күкірт және марганец секілді микроэлементтерге өте бай. Піскен жүзімнің 100 граммында 154 грамм карбондық гидрат, 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,16 миллиграмм темір, аз-аздан болса да басқа да элементтер, түрлі дәрумендер, су кездеседі екен. Жүзімнің құрамындағы магний адам денесіне де, мидың да тынығуына да ерекше әсер етеді. Ол бауыр ауруларын, қан азықты емдеуде көп қолданылады. Құрамындағы жеміс қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруын да күшейтеді. Жоғары калориялы болумен қатар құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан жүзім өте тамаша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су аз болғандықтан оның калориясы өте жоғары, әрі темір мен кальцийге өте бай. Жүзімнің адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, терінің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда тұз жиналуының алдын алуды таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығымды шырынын ішу денеге де, ми жасушаларына да өте пайдалы. Жүзімді қалай таңдаймыз? Жүзімнің ең жақсысы ұстағанда қатқылдау болатыны және ашық түстері келгендері. Жасыл түстегі жүзім алғыңыз келсе сәл сарғыштауын, қара жүзімді қаласаңыз қою түстісін таңдаған жөн. Жүзімді мүмкіндігінше сыртқы тозаңымен сақтай білген дұрыс. Сабағының құрғап қалғандығы жүзімнің үзілгеніне біраз уақыт болғанын көрсетеді. Тез үзіле қоймауы жүзімнің сапасын білдіреді. Бір тал жүзімнің шіре бастауы тұтастай бір шоқ жүзімнің шіруіне алып келеді. Жүзімді сатып алғаннан кейін көп уақыт ұстамаған жөн. Жүзім міндетті түрде суық жерде сақталуы тиіс. Бөлменің жылылығы жүзімді тез солдырады. Жүзім тоңазытқышта 1-2 күн бойы бұзылмастан сақталып тұра береді. Тоңазытқыштан алынған жүзімді 1 сағаттан кейін жесе, дәмі анағұрлым тәтті болады. Есте сақтайтын нәрсе: дұрыс жуылмаған жүзімде пестицид, ашытқы саңырауқұлақтары, шаң-тозаң қалдықтары қалып қоюы әбден мүмкін. Қара жүзім бас сақинасы ауруын жүдетіп жіберуі мүмкін. Ал қызыл жүзімнің құрамындағы таниндер сақина ауруын тудыруы мүмкін. Сондықтан жүзімді мөлшерден тыс жеуден аулақ болыңыз. Ең бастысы жер алдында жақсылап жууды ұмытпаңыз.